Армысыздар, құрметті достар. Бүгін біз Қорқыт Атаның рухани ілімі турасында хабарымызды бастайық деп отырмыз. Қорқыт Ата түркі халықтарына ортақ ұлы, ойшыл, жырау, құбызшы. Қорқыт Ата өмірде ізі артында әдеби музыка мұрасы қалған тарихи тұлға ретінде белгілі. Қорқыт Атаның өмір сүрген кезеңі туралы ғылымда әртүрлі болжамдар қалыптасқан. Алайда зерттеулердің көпшілігі Қорқыт Ата Сырдария бойында өмір сүрген Оғыз Қыпшақ тайпалық бірлестігінде 10 ғасырдың басында дүниеге келген деген тұжырымға саяды. Рашид ад-Дин Жамих ат-Тауарих атты тарихи шежіресінде Қорқыт Атаны қай тайпасынан шыққан десе, Әбілғазының түрік шежіресінде оның тегі баяқ екендігі, оғыздардың елбегі болып 95 жасқа келіп қайтыс болғандығы айтылады. Сыр жағасына жақын жерде Қорқыт Атаның зираты болғанын Диваев тағы басқа ғалымдар өз еңбектерінде атап өтеді. Қоңыратбаевтың зерттеулерінде Қорқыт Ата 11 ғасырдың басында дүниеден өткен делінсе, Марғұланның еңбектерінде ол 7-8 ғасыр аралығында өмір сүрді деген пікір айтылады. Қазақ философиясы тарихында Қорқыт Ата ел бірлігін нығайтқан кемеңгер, қайраткер, түркі дүниетанымның негізін жасаған ғұлама, ойшыл, әлемдік ақыл-ой мәдениетіне өзіндік орны бар философ-гуманист ретінде көрінеді. Қорқыт Ата жайындағы аңыздар оның бойындағы 3 түрлі өнер ерекше айқындалады. Біріншіден, ол Оғыз Қыпшақ ұлысынан шыққан айтылы бақсы абыз. Екіншіден, күйші қобыз сарынын алғаш туындатушы өнерпаз. Үшіншіден, әйгілі жырау, оның жырлары Оғыз Қыпшақ өмірін бейнелеген әдеби тарихи мұра. Түркі халықтарының фольклорындағы Қорқыт Ата туралы аңыз әңгімелердің бірі оның туылуына байланысты. Қорқыт түркілердің Оғыз ұлысынан шыққан асқан сәуегей, бақсы, күйшілік, жыршылық өнерлерінің атасы болып табылады. Қорқыт Ата кітабы қаһармандық эпос үлгісі, Оғыз Қыпшақ дәуірінің жазба мұрасы ғылымда оның 12 нұсқасы мәлім. Дрезденде 12 нұсқа және Ватиканда 6 нұсқа сақталған. 19 ғасырда бұл жазба ескерткіші зерттеп аудары ісімен академик Бартольд айналысып, жеке тармақтарын жариялады. Кейін бұл аударма Дедегоргыт 1950 жылы Баку қаласында және 1962 жылы Москва қаласында «Книга моего деда Коркута» деген атпен жарық көрді. Қоңыратбаевтың аударуымен қазақ тілінде 1986 жылы тұңғыш рет басылды. Әдеби, әрі тарихи, этникалық мұра ретіндегі Қорқыт Ата кітабында қазақ эпосына тән көркемдік кестелермен қатар қазақ тарихи мен мәдениетіне қосатын деректер де мол. Сондай ақ жазбада Оғыз тайпаларының этникалық тегі, этнографиясы, мекені, әлеуметтік жағдайы, тағы басқа мәліметтер көп сақталған. Осы деректерден
оғыздардың бірде сыр бойындағы қыпшақтармен, бірде Кавказ шегіндегі гәуірлермен жауласқаны көрінеді. Жырдағы ерлік сарындары аса елеулі. Қара бодақ бірде Қыпшақ ханына қан құстырған қара күш иесі. Үшінші жыр. Енді бірде Хамид, Мардин қамалларын қиратқан батыр. Қазан Оғыз елінің көсемі. Кітап кейіпкерлеріне Дамсы Бейрек, Қара Көне, Қара Бодақ, Қан Төралы, Қазан Салор, Құлбаш, Оқшы, Ораз, сондай-ақ Арус, Амен, Амран Бекұлы, Бисат, Дөлек Боран, Дондас, Қиян Селжұқ, Қаңлы, Қанық хан, Рүстемдер жатады. Қорқыт ата кітабы Оғыз тайпаларының қонысына қатысты. Тана, Танайы, Сырдария, Бану Шешек, Байбөрі секілді атаулар да сақталған. Олар қазақ эпосынан да елеулі орын алған. Жырдың бас кейіпкері Қорқыт. Ол Оғыз елінің ақылшысы, данасы, үлкен жырауы. Оның есімі көптеген түркі тайпаларына ортақ тарихи этникалық атауы да айқын. Бір кездері Қорқыт жинақталған фольклордық бейне деп ұғылынса, бертін келе оны тарихи тұлға ретінде тани бастады. Қазіргі Қорқыт ата. Қорқыт ата кітабы Қазақстанда Әуезов, Марғұлан, Қоңыратбаев, Бердібаев, Сүйіне Шалиев, Келімбетов, Жолдасбеков, Ыбыраев, Қоңыратбай тағы басқа еңбектерінде зерттелді. Кітаптың 1300 жылдығы 1999 жылы ЮНЕСКО тарапынан халықаралық деңгейде атап өтілді. Сол жылы Қорқыт ата энциклопедия жинағы жарыққа шықты. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.